Барлықтарыңа салам достар, сіздермен Нурик және көріп отқандарыңыздай бүгін біз бомж өмірінің екінші сериясын түсіретін боламыз. Екінші бөлім, бүгінгі видеода біз не істейміз? В общем, біз қазір тез дамитын боламыз. Енді қазір бізге үшінші уровеньге көтеруге бір XP жетпей тұр. Қазір біз оны РПП сонға қоятын боламыз. Мен для Михайловичтің полный заданияларын орындап біттім, сондықтан біз енді осылай көтереміз уровеньді РПП сонға. Енді кейбіреулері білмейді, кейбіреулері біледі. РПП сон дейтін ол опыт береді сендерге, если бірінші болсын сендерге VIP Gold немесе VIP Silver болу керек, VIP Platinum деген сияқты. Сондайларды алып аласыңдар да, осындай ашық тұрған бір квартира тауып аласыңдар. И соның ішіне бірінші мен немді алып жүрейін қазір. Неге кіріп, Давичаға кіріп, нені алып жүретін боламыз, VIP Gold'ты. Так, мінекей VIP Gold 4 сағатқа бар екен. И қазір біз РПП сонға қоямыз. И арнаға тіркеліп лайк басуды міндетті түрде ұмытып кетпеңдер. Қазір біз бірінші тайм жасап алайық. Мен бұны ойын уақытымен, яғни 11:35-те қойып жатырмын, ал өзі Қазақстан уақытымен қазір түнгі сағат 1. Не көріп отқандарындай бір XP, яғни опыт жетпей тұр бізге. Қазір біз инвиттарға кіріп, мен осындай симкаларын істеп алған болатынмын, сіздерге көрсетіп жіберейін. Осындай симкалар енді блатной деп айтуға келмейді. Бірақ нормальный, кішкене блатнойлау бар енді ішінде. И в общем осындай бізде. Осы менің Владимир серверіндегі неміз, менің номерім, яғни телефон симкам, в общем 980090 болады. Если сұрақтарың болып жатса, немесе бір нәрсе сатып аламын деп жатсаңдар, осы номерге соға аласыңдар. И одан бөлек мен банковский счет ашқан болатынмын, ол квесті бар, енді соның бәрін орындап. Яғни банковский счет бұл Нурик деп тұрады. Құттай әріппен Нурик деп жазасыңдар. Если ақша салғыларың келіп жатса, көмек ретінде, яғни сала берулеріңе болады. И в общем солай, қазір біз РПП сонға қоятын боламыз әріне. Так, в общем, аним 31-ді жасаймыз. И осы жерден жасатын боламыз. Бүйтулерің керек, в общем, телефонды, экраны өшпейтінге қоясыңдар, настройктан әрине. И осылай жататын боламыз, пока енді 30-ды жазып қоямыз, в общем, солай. В общем, осылай тұра беретін болады. И таңертең тұрған кезде көретін боламыз енді қанша XP көтерілгенін. A few moments later, 6 hours later. Неге кетпей жатыр? Далбай. Қараңдар, бак болып отыр мына жақта. В общем, таңертең кірдім енді ойынға. Қарасам, 100 мың теңге тұр екен. Бұл қайдан десем, мен не істеген мо кеше. Промокод жазғам. Давичадан заттар болу керек, по идее. Жоқ, Давича пустой дейсің. В общем, мына жақтан промокод жазғам. Қараңдар. Так, Blue дейтін промокод алып алайық. Мінекей. Осындай заттарды берді. Қазір біз енді осыны алатын боламыз. Давичадан енді мінекей бізде арабский. И осындай бас бар, міндетті түрде пайдаланып кетіңдер. Енді біз кішкене богатый-лоу ма? Нені алып тұйықшы. Так, осыны алып тұйық. И наны кимеміз пока, бұл онша емес. Блудидан алдым, яғни Блудидің промокодын жазып кетіңдер, если Владимир серверіне кіріп жатсыңдар, осындай шейх скин береді, қазір. Яқты ето көлік береді, мінекей. Шығарсам барлық ақшам кетейін деп тұр, в общем, қазір. Не істейміз қазір, неге армияға кіретін боламыз. Қарай ақша туатын боламыз. Келдік, мінекей больницаға. Арзамастың больницасына келдік. Бізге ТВП XP берді. Енді оны алып алайық қазір. Жерден VIP Silver алып алайық тоже. Так, енді біз не жақтан алуымыз керек. 10 минут күтеміз қазір. Чат ашып жіберейік. И тайм ұстап алайық. Так. Понятно, қазір келетін боламыз. 26-да келу керек бізге осы жаққа. Чат ашып жүремізге, соның өзінде де VP беріп отыр. Квесті қарап жүрейік, енді бізде қандай квесттер бар басқа. Ойындағы номерім осы, негім бәрі осы. И в общем,
көмектесем десеңдер естілейін. Если осындай бомжский скинді көріп отырсаңдар, бомжский ше мынаны, короче, абибасты и көзіне очкиді көріп отырсаңдар, маған жүгіріңдер ғой, короче. Мен ғой, короче. Өйткені біз бомжбыз пока. В общем, армияның армияның 2 заданиесін орындап, 40 рубль алып, короче. Қазірге келдік. В общем, келмеймін деп ойлағам, жалпы бірақ енді келдім. Қазір, короче, көтеріп кетсем жақсы болатын еді. Бірінші бітеміз біз. Рисковать етеміз қазір. Любой жерге барайық бірінші. Так, осы столикке келдік. Енді біз осы жерге 50 000 рублидің бәрін кетіп боламыз. 50 000 рубль тегеміз осы жерге қазір. Так, 500 000 емес, 50 000 мінекей. Отсақ бітті, ал отсақ енді до конца ойнай беретін боламыз ағарай. Көреміз қазір. Бізге 16 түсті. Россиян карттардың бірі ғону кәдімгі. Мысалы 21 түсет деп ойлап едім, түсіп кетті уже. Қазір біз енді хватитті басамыз, ағарай көретін боламыз енді. Когда болып кетсе дейлерді. Так, ебать. В общем, бізді просто қадай салды. И осылай, короче, біз ақшамыздың бәрін сливать етіп алдық просто. И не істейміз басқа, в общем, істейтін әше зат жоқ деп айта аламын, өйткені 3-ші левелға вообще жұмыстың бәрі ақшаны бір пақыр болып 1-2 сағаттың өзінде әрең табасың, бір кемінде 50 000 рубль табатшасың. Оны өзім нақты білмеймін, примерно сондай деп ойлап отырмын енді, короче. Осылайша бомж өмірінің, яғни 2-ші сериясы аяқталды, яғни 2-ші бөлім. Ал сендермен болған мен Нурик. Бәріңізге пока-пока, чао.